Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте тәмді әрі тез дайындалатын қатпарлы қамырдан Наполеон тортын жасайтын боламыз. Жасап көріңіздер, өте тәмді, керемет шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тәмді, ауызда еритін, арасы өте қатпарлы болады. Ең алдымен қамырымызды орташа қалыңдықта жайып аламыз. Жаятын кезде міндетті түрде ұн сеуіп отырыңыздар, әйтпесе қамырларыңыз жабысып қалады. Қамырымызды жайып 5 бөлікке бөліп алып, қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Қамырымыз пісіп, суығаннан кейін арасына крем жағамыз. Мен заварной крем, яғни қайнатпалы крем қолдандым, ал сіздер өз қалауларыңызша басқа крем қолдансаңыздар да болады. Қамырларыңызды піскеннен кейін төртбұрышты етіп дұрыстап кесіп алсаңыздар болады. Сосын оны бетін әрлеуге қолданатын боламыз. Менде 1 килограммнан 5 қабат қамырмен және бетін әрлеуге азырақ қамыр шықты. Каналымда заварной кремнің рецептісі бар, видеомның астында ссылкасын қалдыратын боламын. Кремімізді жағып болғаннан кейін қалған қамырларымыздан осылай крошка жасап бетін әрлеп шығамыз. Тортымызды сәндеп болғаннан кейін 4-5 сағатқа немесе 1 түнге холодильникке қалдыратын боламыз. Сонда кремі бір-біріне сіңіп тәмді болып шығады. Осымен біздің тортымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте тәмді, керемет шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.